Сәлем балақайлар. Сәлем. Ал балалар, бүгін біз сендерменен түрлі түсті көпіршіктермен және отшашу жасаймыз. Отшашуға тәжірибе жасаймыз балалар. Ал бізге керекті заттарымыз сұйық май және шыны ыдыстар, жылы су, қолшам және түрлі түсті бояулар керек болады балалар. Сәлем достар. Мен Жақбек Мираспын. Біз қазір тамақта істейміз. Достар, мен бауыржан қызы Айсинамын. Біз бүгін Көпіршіктер жасаймыз, түрлі түстермен, және керекті заттармен көпіршікті зерттеу жасайды екенбіз, Айсина. Ал олай болса балалар зерттеу жасау үшін үлкендердің көмегіне жүгінеміз. Өйткені қауіпсіздікті сақтамасақ балалар, ол өзімізге зиян болады екен, балалар. Ал ол үшін бізге керекті заттар сұйық май және шыны ыдыс, жылы су және түрлі түсті бояу, қолшам керек болады. Ал балалар, олай болса, біз әдемі отшашуымызды жасауға кірісейік. Қане Мирас, бірінші не қояды екенбіз? Сұйық май. Сұйық майымызды құйдық. Ой жарайсың. Ал Айсина қызым, құя қойшы. Қолымызға абайлап, ұстап, бір-бірімізге кедергі жасамай қоюымыз керек. Ал сұйық майдан кейін біз отшашу жасау үшін не қояды екенбіз? Жылы су қояды екенбіз. Ұстай қойшы. Ал Мирас, қандай не пайда болды екен? Көпіршік және түйіршіктер пайда болды екен. Ал су мен сұйық майымыз бірін-біріне араласып жатыр ма? Жоқ, әлде бөлек тұр ма? Бөлек тұр. Өйткені майдың тығыздығы көп екен, балалар? Ал жарайсың. Ал Айсина, жылы суымызды құя қой. Ой жарайсың. Ал жылы суымызды құйып алдық. Ал енді түрлі түсті бояуларымызды саламыз. Жай боямыз, жай саламыз, жай. Көбейтпейін саған. Жай басамыз. Ой жарайсың. Ал бояуларымыз араласты ма балалар? Араласпады ма? Тәжірибе жасағанда. Араласқан жоқ. Әртүрлі домалап, түйіршік болып тұр, балалар? Ой жарайсыңдар. Ал енді бұған біз ерігіштімізді қосамыз кәне. Отшашу пайда болып жатыр ма? Қызыл көпіршіктер пайда болып енді бұған біз қолшаммен не жасайық? Пайда болды. Қандай тәжірибе жасадық балалар? Отшашу жасады. Астынан қандай отшашулар шығып жатыр? Қандай түсте болып жатыр? Отшашуымыз қызыл түс. Олай болса біз екінші тәжірибемізге зерттеу жасаймыз. Ал ол үшін біз түрлі түсті көпіршік жасау үшін балалар бізге су және ас содасы және қасық, сірке, суы керек болады екен. Ал балалар мұнда қасықпенен ас содасын жылы суымызға саламыз. Бұл тәжірибені де тек қана үлкендердің көмегімен ғана жасайды екенбіз балалар. Ал өзіміз жасауымызға болмайды екен. Қауіпсіздікті сақтамаса, бізге кері әсерін тигізеді екен. Ал біз салау. Ал енді бұған не жасаймыз? Бояу саламыз. Ол түрлі түсті бояу. Келе біздің көпіршігіміз әдемі болып шығу үшін Айсина келе біз бояуды қостық. Оған енді көпіршігіміз жоғарыға көтерілу үшін не қосады екенбіз? Сірке суын қосамыз. Кел, бірге қосамыз. Көпіршігіміз ұнады ма сендерге? Күшті болды ма? Көпіршіктің түсі қандай болды? Қызыл болды, Көпіршікті біз көп қоссақ естейді екенбіз. Көпіршігіміз қайда көтеріледі екен? Жоғарыға көтеріледі екен,
Сіздерге ұнады ма бұл? Тәжірибе балалар. Ал олай болса сау болыңдар дейміз кәні балалар. Сау